Hello there, достар. Бүгінгі сабағымызда біз грамматика жайлы сөйлесетін боламыз. Грамматиканы қалай оқу керек, ол қаншалықты маңызды. Бұл сұраққа жауап беру үшін сіздерге футбол әлемінен аналогия келтіргім келіп тұр. Мынандай сұрақ қояйыншы, футбол үйренгенде не маңызды? Қалай ойлайсыздар? Футбол үйрену үшін кез келген адам не істеу керек? Және бұған қоса мынандай сұрақ бар. Қалай ойлайсыздар? Егер мен адамға 600 беттен тұратын футбол ережелерінің жинағын берсем, ішінде бүкіл ережелер, офсайд деген не, допты теория бойынша қалай тебу керек, мысалы, пенальти тепкенде қандай бұрышпен тебу керек, қалай ойлайсыздар? Осы ережелерді жаттап адам футбол үйреніп, ойнап үйрене ала ма? Және бұның жауабы риторикалық, әрине жоқ. Әрине жоқ. Футболды үйренудің жалғыз жолы ол ойнау, дәл солай тілде, достар. Біздің курсымызда сіздер еш күмәнсіз грамматика үйренесіздер, бірақ біздің курстың басты фокусы әрине ол сол грамматиканың қолданылуы. Дәл солай, достар, негізі бүкіл жүйелерде солай болу керек. Біздің басты фокусымыз тек қана грамматиканы үйрене беру емес, ол грамматиканы қолданып бастау. Егер олай болмаса, егер тек қана грамматика оқу арқылы біз сөйлеп кетсек, мүмкін осы күнге дейін Қазақстанда көп адам күшті сөйлеуші еді. Бірақ біздің білуімізше көп адам грамматиканы жылдар бойы оқиды, мысалы to be, am, is, are керемет ажыратады, бірақ бәрібір практикада оны қолданбағандықтан ағылшынша өз ойын жеткізе алмайды. Сол үшін сіздің грамматикаға деген көзқарасыңыз мынандай болу керек. Ол жалпы ережелер футболдағыдай, сіз білу үшін, бірақ бастысы ол ойынның өзі. Тіл ережелер үшін жасалған емес, ережелер тіл үшін жасалған, достар. Әрине, тілде ережелер өте көп. Мысалы, былай қарастырсақ, present perfect, шақтар бар, prepositions бар, артиклдер бар, passive speech, reported speech. Ондай тақырыптардың барлығы өте көп және қорқынышты көрінуі мүмкін, бірақ мен сіздерге айтатыным, сіздер сөйлеп бастау үшін, және бұл курстың ең басты мақсаттарының бірі сол, сіздерді сөйлеттіру, сіздерге бүкіл грамматиканы білу қажет емес, барлық ережелерді, сіздерге кейбіреулері ғана қажет. Мысалға, шақтарды қарастырсақ, ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын 12 шақ бар, бірақ сол 12 шақтың ішінде де жиірек қолданылатын 5 шақтар бар, және біз олардың барлығын осы курста өтеміз. Present simple, осы шақ, present continuous, дәл қазір біз істеп жатқан іс-әрекеттерді сипаттауға қолданылатын, present perfect, нәтижелерді сипаттауға қолданылатын, past simple, өткен шақ, future simple, келер шақ. Осы 5 шақты жақсы меңгерсеңіздер, достар, сіздер ойларыңыздың көбін жеткізе аласыз, оңай, тіпті жеткізе алмайтын ойды осы шақтарды қолданып жеткізе аласыз. Сізді бәрібір түсінеді, достар. Енді грамматика жайлы тереңірек кейбір сұрақтарға жауап берсек, грамматикада әрине тек қана шақтар емес, әртүрлі тақырыптар бар. Көп адам ойлайды, мысалы, грамматиканың бәрі ағылшын тілінде ол тек қана шақтар деп. Және грамматиканы үйренудің ең жақсы жолы ол әрине контекст арқылы. Бұл деген не? Бұл дегеніміз, мысалы, просто грамматика ережелерінің жинағын алып оқу емес. Мысалы, сіз мәтін кездестіресіз, немесе аудио тыңдайсыз, және аудиода сіз бір түсінбеген сөйлем бар, немесе құрылым бар. Сол контекст деп аталады, және сол контексттің ішінде сіздер сөйлемді көріп, оны ұғуға тырыссаңыздар, ол әлдеқайда тиімдірек. Дәл осы себеппен біз әр сабақтың басында диалог қосамыз. Себебі сол диалогта сіздер сөздерді, құрылымдарды контекст ішінде көре аласыздар. Сонда жалпы ол грамматика құрылымның не үшін қолданылатын бірден ұға аласыздар. Және әрине біздің контекстімізде кез келген болса енді қызық болмайды. Барынша ол біздің мақсаттарымызға, жағдайларға байланысты болу керек. Мысалы, біз осы курста бірінші модульда адамдарды таныстыруға үйретеміз. Өзіңізді таныстыруға және басқалармен танысуға. Дәл солай сіздің оқып жатқан контекстіңіз және үйреніп жатқан грамматикаңыз сол мақсаттарға, жағдайларға байланысты болса, сіз оны қалай қолдануға, шынайы өмірде, курста емес, шынайы өмірде қалай қолдануға болатынын білсеңіздер, ол білім сіңімді болады. Ары қарай, әрине грамматиканың тағы да бір ерекшелігі ол оны ұмытуымыз. Біз бәріміз адамбыз, сол үшін грамматика кейде ұмытылады. Грамматиканы жақсы жаттаудың жалғыз жолы ол әрине әртүрлі жаттығу орындау және оларды қайта-қайта жасау. Мысалы, бокс әлемімен аналогия келтірсек, біз мысалы ойлаймыз, бокста дұрыс ұру деген ол тек қана мысалы оны ұғу
функциясы деп, егер біз жақсы соққыны жасауды бір рет ұқсақ и бір рет қайталасақ деп, все жасап кетеміз деп. Бірақ әдетте олай емес. Әдетте жақсы соққының болуы ол біздің ұғуымызға емес, денемізге байланысты. Денеміз өзі жаттап алу керек. Мышечная память деп аталады. Оған жету үшін біз оны мыңдаған рет қайталаймыз. Дәл солай ағылшын тілінде, достар, енді мыңдаған рет болмаса да, бір рет ұғып, көп рет қайталау керек, және сол кезде грамматика терең сіңе алады. Бірақ біз оның ұмытылуына дайын болуымыз керек. Және тағы да ең маңыздысы, грамматика үйренетін кезде бір затты есте сақтаңыздар, сіздерге грамматиканы 100% бүкіл ағылшын тілінде ережелерді сөйлеп бастау үшін білу керек емес, достар. Сіздерге ең бастысы, мысалы, осы курста берілетін негізгі грамматика фундаментін ұғып алсаңыз, меңгеріп алсаңыздар, сіздер сөйлесуге дайын боласыздар, достар. Және егер сіздер тереңірек оқуғыларыңыз келсе, ары қарай, мысалы, қосымша жаттығулар орындағыңыз келсе, мына кітапты сіздерге қолдануға кеңес беремін. Essential Grammar in Use. Бұл кітапты Қазақстанда заказ беруге болады. Егер қателеспесем, Каспий магазинде де бар. Және егер өз қалаңызға заказ берсеңіздер, бұл кітаптың ішінде Реймонд Мурфи жазған ең күшті элементари деңгейіндегі адамдарға арналатын ережелер бар. Және бұл self-studyға арналған, адамның өзінің өтуіне. Ішінде күшті түсіндірмелер және жаттығулар бар. Аяғында study guide деген сізді тексеретін тест бар. Және осы кітап арқылы сіздер біраз сұрақтарыңызды жаба аласыздар. Аяғында сіздерге айтатыным, барынша енді практикаға дайын болыңыздар, достар. Әрине, біздің сабақтарымыз сіздерді осы практикаға дайындайды, бірақ шынайы шайқас, шынайы раунд үйрену, ол тікелей эфирде сіздердің спикинг сессияларыңызда болады. Сол үшін барынша осыларды өткізбей, қатысып, скиллдарыңызды жақсартыңыздар.